Бүгін сабағымыздың мақсатына жету үшін жаттығуларды орындаймыз. Бастаймыз. Допты қабылдау имитациясын жасаймыз. Допты қабылдау кезінде алдыңғы аяғымыз жоғары, екі қолымыз маңдайдың тұсында, доп нақты маңдайдың тұсына келіп, қабылдап, тіземіз төменірек көтеріліп лақтырамыз. Жаттығуды орындап жатқан кезінде бөлмеде екендерін ұмытпаймыз. Жан-жағымызды қараймыз, қолдарымыз басқа нәрсеге тиіп кетпейтіндей кеңдеу жерге жаттығуды орындаймыз. Жаттығу жасалу кезінде аяқ пен қолдың еңкеюі және жоғарыдан қабылдап маңдай тұсына келуін қадағалаймыз. Допты лақтырған кезінде маңдайдың тұсынан жоғары қарай жібереміз. Және де аяқтың бүгілуін нақтырақ қадағалаймыз. Жұмсақ қабылдау үшін тіземізді төменге қарай түсіреміз. Осылай жаттығуларды қайталаймыз. Енді тынысымызды қалпымызға келтіреміз. Тыныс алу жүйелерін. Кеудемізді төмен түсіріп, екі қолмен оңға, солға. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Қайттан жалғастырамыз. Енді екі қолмен төменнен қабылдау кезінде алдыға бір қадам жасаймыз. Демімізді бүгеміз. Допты қабылдаған кезде жоғарыға бірдей қолымызды ажыратпай көтерілеміз. Допты қабылдадық, көтерілдік. Қолымызды жібереміз, ары қарай орнымызға тұрамыз. Осы техникаларды орындау кезінде қолды қабылдап, аяғына шейін көтеріліп барып, қолымызды ғана жіберіп, орнымызға қайтамыз. Тағы да ескертіп қоямыз, жан-жағындағы заттар ештеңе кедергі болмау керек. Техника қауіпсіздігін сақтап отыру әрқандай жаттығуларды жасау кезінде. Аяқтың тұрысын қадағалаймыз және доп қабылдау кезінде. Допты екі қолмен қабылдағасын жоғарғы қолымызбен көтерілеміз. Жаттығудан кейін тыныс алу жаттығуын қалпына келтіреміз тыныстарымызды. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Еңкейіп, кішкене демімізді жіберіп, демімізді қалпымызға келтіргеннен кейін келесі жаттығуымызды бастаймыз. Келесі жаттығуымыз солға қарай үстінен допты беру, оңға қарай бір-екі шаг істеп допты беру, солға қарай бір-екі қадам жасап допты жоғарыдан беру. Және айналып оңға қарай допты бір-екі қадам жасап допты беру, жоғарыдан қабылдап допты беру. Допты берген кезде қолдарымыз бүкіл дұрыс болу керек. Және істеп жатқанда бір алдыңғы аяғын алда тұрып, кішкене еңкейе жоғарыға көтеріле береміз. Жаттығу орындау кезінде қол мен аяқтың үйлесімін қадағалаймыз. Үйлесім бірдей болу қол мен аяқтың. Қабылдау кезінде аяқтың артқа бір-екі қадам жасайсың, допты бересің. Алдыға бір-екі қадам допты бересің. Қабылдап және қарсыласынан допты көтеріп беру. Көтердік, бердік. Қабылдадық, бердік. Тыныс алу қалпын орнымызға келтіреміз. Дем аламыз, демді жібереміз, денемізді алдыға еңкейтеміз. Дем аламыз, алдыға денемізді еңкейтіп барып, демімізді шығарамыз. Тыныс жүйелерін бүкілін қалпына келтіреміз. Тыныс жүйесін қалпына келтіргеннен кейін келесі жаттығуымызға көшеміз. Бір-екі секіріп төменнен қабылдаймыз. Қайттан бір-екі солға қарай секіре отыра қалып, екі қолмен допты қабылдап, допты қабылдау кезінде екі қол бірге ұсталыну керек, же шамалы бүгілу керек, және жоғарыға шейін шығарып салу керек қолды. Қозғалу кезінде үйлесімділікті сақтау керек, қол мен аяқтың. Допты қабылдаған кезде орташа екпінде тұрып қабылдау керек.
доп келер кезде қолды төменге қарай түсіре қабылдап, жоғары көтеру керек бірдей. Үйлесім, аяқ пен қолдың үйлесімін ұмытпау керек. Екеуі бірге сәйкестендіру керек. Оңға қарай төмен қабылдадық. Артқа бір-екі қадам жасадық, қабылдадық. Алдыға бір-екі қадам жасадық, қабылдадық. Қабылдау кезіндегі бастапқы қалыпты ұстап тұру керек. Енді тыныс алу жүйесін қайттан қалпына келтіреміз. Аяқтарымызды босантамыз. Көтеріп, оң аяғымыз сілкейміз, сол аяғымыз сілкейміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. 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 Енді бастапқы қалыптан келесі жаттығуымызға көшеміз. Екіде қолға тұрамыз, секіріп, қолымыз шапалақтаймыз. Отырамыз, артқа, жоғарғы секіреміз, шапалақтаймыз. Секіру кезінде денемізді тік ұстаймыз, және шапалақ жасаймыз. Секірген кезде жан-жағымызды қараймыз, жан-жағымызға ештеме кедергі болмайтындай техника қауіпсіздігін сақтап отырамыз. Аяғымыз ілініп қалмайтын жерлерде жасаймыз. Отырамыз, тұрамыз, осыны қайталаймыз. Қайталау кезінде техникалық жағдайларды сақтап отырамыз. Қолдарын, аяқтарын дұрыс болуы. Енді тыныс алу қалпына келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Аяқтарымызды сілкейміз, оңға, солға, оңға. Оң аяғымызды сілкейміз, сол аяғымызды сілкейміз. Буындарымызды босатамыз. Уқалаймыз буындарымызды, оң жақ, сол жақ аяқтарымызды, бұлшық еттерімізді уқалаймыз қолдағы. Тынысымыз орнымызға келді. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды.